Экология бұл тірі организмлердің өзара мünәсәбәтлерін һәм олардың қоршаған орталықпен өзара тәсілін үйренетұғын пән. Экология сөзі гректің ойкос сөзінен келіп шығып, тұрақ жай, ямаса жасау орны деген мәністі білдіреді. Ал логос – ілім. Тіршілік орталығы деп, организмлерді орап тұрушы һәм олар мен тұрақлы байланыста болатұғын табиаттың бір бөліміне айтылады. Жәндіктер тіршілік формалары төмендегі категорияларға бөлінеді. Бірінші, геобионтлар, топырақта тіршілік етушілер болып, төмендегі кіші топарларға бөлінеді. Бірінші, ризобионтлар, өсімлік тамыр системасымен байланысылы болған жәндіктер. Екінші, сапробионтлар, шіріп атырған органикалық қалдықтарды жасаушы жәндіктер. Үшінші, капробионтлар, дәріслерде жасаушы жәндіктер. Төртінші, батробионтлар, інілерде жасаушылар. Бесінші, планофиллер, тез-тез әрекетленіп тұратұғын жәндіктер. Френцель 1936 жылы топырақ жәндіктерін олардың топырақпен байланысына қарап, үш топарға бөлуді ұсыныс етеді. Бірінші топарын геобионтлар, барлық рауажлану дәуірлері топырақта жасаушылар. Екінші, геофиллер, олар рауажлануының белгілі бір басқышларында, мәйек, қоршақ, ямаса эмага дәуірлерінде топырақтан пайдаланушылар. Үшінші, геоксенлер, топырақтан жасырыну мақсатында пайдаланушылар. Жәндіктердің тіршілік формасының екінші түрі эпигеобионтлар. Эпигеобионтлар үшке бөлінеді. Бірінші, псаммобионтлар, құмлы субстратта тіршілік етуге икемлескен жәндіктер. Бұларға қара денелі қоңызлар кіреді. Екінші, петрибионтлар, таслақлы орында тіршілік етуші жәндіктер. Бұларға шегірткелердің айырым түрлері кіреді. Үшінші, галлобионтлар, шорланған топырақларды жасаушылар. Бұларға айырым қандалалар, ызылдақ қоңызлар мысал етіп алуға болады. Жәндіктердің тіршілік формаларының үшінші түрі герпетобионтлар. Бұлар өсімлік һәм басқа органикалық қалдықтар арасында топырақ бетінде тіршілік етуші жәндіктер. Түскен жапырақтар астында һәм тағы да басқа ұсынумен бірге подстилкаларда жасаушылар есептелінеді. Төртінші түрі хортобионтлар. Түрлі от шөплер арасында жасаушылар. Хортобионтлар арасында төмендегі топарларды ажыратуға болады. Бірінші, эктобионтлар. Бұлар өсімлік үстінде тұратұғын жәндіктер. Олар азықлану қасиетіне байланысылы, өсімліктер мен азықланушы фитопаглар, паразитлер, жыртқышылық етіп жасаушы жәндіктер кіреді. Екінші түрі эндобионтлар. Бұлар қалың жапырақлар, пақаллар, ғұмша, меуелер, өсімлік іскілері жасаушылар. Мысалы, ғұмша һәм гүлдерде жасаушы ғауаша совкасы. Мысал болып есептелінеді. Тіршілік формаларының бесінші түрі тамнобионтлар. Бұлар бұта өсімліктерінде, теректерде тіршілік етуші жәндіктер. Бұларға қабық хорлар, алтын қоңызлар мысал бола алады. Алтыншы түрі ксилобионтлар. Бұлар түрлі дәрежеде шіри басылаған, ямаса құрғаған ағашларды жасаушылар. Бұларға термитлер мысал бола алады. Жетінші түрі гидробионтлар, яғни суда жасауға икемлескен жәндіктер. Су көпшілік организмлердің жасау орталығы есептелінеді. Суда жасайтұғын тірі организмлер, оннан тіршілік үшін зәрүрлі болған азықлық, су, газлер өзлестіреді.
Су орталығында тарқалған организмлер судың физика-химиялық қасиеттеріне икемлескен. Икемлесу қасиетлері олардың харекетленуі, дем алуы, азықлануы һәм көбейінде көру мүмкін. Су орталығында жасаушы организмлер гидробионтлар делінеді. Организмлер су қатламында, ямаса оның түбінде тіршілік етеді. Су қатламында тіршілік етушілер планктонлар, су түбінде жасаушылар бентос организмлер деп аталады. Су орталығында жасаушылар характеріне қарап дұшшы, шор, ағын, шұқыр һәм сайыз, жылы һәм суық суларда жасаушылар болып ажыралады. Суларда қатты қанаттылар, ямаса қоңызлар отрядының су жүзерлер семействосы, айланғыш қоңызлар семействосы, су сиырлер семействосы уәкілдері тіршілік етеді. Ярым қатты қанаттылар, ямаса қандалылар отрядының гладышлар семействосы, ескекшілер семействосы, плавытлар семействосы, су скорпионлары семействосы, су өлшегішлер семействосы, таяқша тәрізілі су өлшегішлер семействосы уәкілдері тіршілік етеді. Екі қанаттылар отряды уәкілдерінен хирономитлер, сүйіршыбылардың личинкалары тіршілік етеді. Түк қанаттылар отряды уәкілдері тең қанаттылар ямаса инеліклер отрядының личинкалық дәуірінде суда тіршілік етеді. Подземкалар отряды личинкалары, веснянкалар отряды личинкалары суда тіршілік етеді.